Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бүгін Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Салыбекова Бибігүл Есімханқызы сабақ жүргізетін болады. 2020-2021 оқу жылының алғашқы сынама сабағына қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы зат есім. Құрметті оқушылар, сіздер бұл сабақты бастауыш сыныптарында зат есім дегеніміз не? Зат есімнің сұрақтары қандай? Зат есімнің түрлері қандай болады? Кеңірек бастауыш сыныптан бастап үйреніп білдіңіздер. Ал енді 5-ші сыныпта сол білімдерімізді қайта жаңғыртып, толықтырып, тағы да үйренетін боламыз. Құрметті оқушылар, барлығымыз қаламсаптарымызды алып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Жазып алыңыздар. Тағы да есіңізге салып өтейін. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөз табы. Дәптерлерімізге осы бейнетақтадағы ережені жазамыз. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Жазып алдыңыздар ма? Өте жақсы, керемет, жарайсыздар балалар. Ал енді осы біздің айтылған ережемізге мысалдар топтамасын келтіре отырып, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Құрметті оқушылар, мынау бейнетақтадағы бірнеше суреттер берілген. Осы суреттерде қай сұрақ, қай суретке қойылатындығын бәріміз бірлесіп іздейікші. Кәні, кім, бала, жекеше түрі. Кімдер, оқушылар, балалар деген сұраққа осы бейнедегі фото суреттер мысал болады, балалар? Не деген сұраққа доп, яғни жекеше түрі жауап береді. Нелер, мына кітаптар, бұл көпше түрі, бірнеше кітаптар. Көрдіңіздер ме, балалар? Бұлардың барлығы да зат есім сөздерге мысал болады. Ал енді көріп отырғандарыңыздай, сіздер бұны бастауышта әбден жаттығып, мысалдар топтамасын келтіріп, оқығандарыңыз есте болса, жылдам осы суреттерге қарай отырсаңыздар, тез түсіне бастайсыздар. Сіздерге қазір келесі бейнетақтамызда тапсырма беріліп отыр. Берілген суреттерді қатыстыра отырып, сөйлем құрап жазыңыз. Сіздерге мына көрдіңіздер, 4 сурет ұсынылған. Бірінші сурет алманың суреті, екінші мектеп ғимаратының суреті, үшінші автокөліктің бейнесі, төртінші сурет бұл телефон, бүгінгі таңдағы байланыс құралының көзі. Құрметті оқушылар, осы 4 суретті пайдалана отырып, 4 сөйлем құрастырып жазамыз. Сөйлемдеріміз жинақы, әдемі, көркем болуы тиіс. Дәптерге жазғанда сауатты әрі көркем жазуға дағдыланайық, балалар. Кәнекей, дәптерді ашып, әр бала өзінің ұшқыр ойымен керемет сөйлемдер құрастырады деп үміттенемін. Ал осы барлығымызда осы 4 сөйлемді дәптерімізге жаздық, әрбір оқушы жазған сөйлемдерін назар салып қарау керек. Себебі екінші тапсырма сол жазған сөйлемдеріңізге орай беріледі. Екінші тапсырма құрастырып жазған сөйлемнің ішінен зат есім сөздерді тауып, астын сыз сұрағын жазыңыз дейді. Ал мен сіздерге бір мысал келтіріп қойдым. Алма адам ағзасына пайдалы жемістің бірі. Осы жердегі алма деген сөз қандай сұраққа жауап береді? Не, алма, астын бір сызықпен сызамыз, Осы жердегі тағы да кім, адам, астын тағы да бір сызықпен сызамыз.
Бұл да зат есім сұрағына мысал бола алатын сөздер топтамасы. Құрметті оқушылар, әрбір оқушы өзіңіздің жазған сөйлемдеріңізді негізге ала отырып, ішінен зат есім сөздерді тауып астын сызыңыз. Жарайды ма? Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз бойынша заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылатын естен шығармайық. Құрметті оқушылар, алдағы уақытта берілген тапсырмалар аясында жүйелі жұмыс жасаймыз. Кәнекей балалар, бүгін белсенділік танытып, дәптерлерін ашып, жазып отырған, экранға қарап отырған барлық оқушыларға жарайсыңдар дегім келеді. Міне, бүгінгі тапсырманы орындаған кезде тапсырманы орындай алмадым, толыққанды орындай алмадым деген оқушылар болатын болса, сіздер қиналмаңыздар. Алдағы уақытта сіздер тапсырманы бұдан да керемет орындауға шамаларыңыз жететіндігін көрдім. Тапсырманы толық орындамай, екі ғана сөйлем келтірген оқушылар болатын болса, сіздерді алдағы уақытта одан да керемет тапсырманы орындауға даяр екендіктеріңізді байқадым. Бүгінгі сабағымызда 4 сөйлемді келтіріп, әрі оның зат есімнің кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарын тауып, мысал келтірген оқушыларға алғысым шексіз. Рахмет. Алдағы уақытта біз сіздерден үлкен жетістіктер күтеміз. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше амандықта кездесейік. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Рахмет.